Сонда Алла тағала өзі нақты айтып тұр. Менің қолымнан келді деп ешқашан қуанба дейді. Мен саған о баста бергем дейді оны. Егер де сен маған қазір әңгіме айтатын болсаң дейді Алла тағала, мен қанша жүгірдім, қанша тырыстым, ана бір кісімен таныстым, одан кейін анау жақта ана кісімен таныстым, қаншама связьдар, бүйтіп деп мынандай бір кітапты әкелетін болсаң, соның бәрі жаңағы тағдырдың ішінде менің саған ұйымдастырған нәрсем, қуанба дейді. Сен дым бітірген жоқсың, құр сен алданып қалмасын деп отырмын дейді мен. Сен әлсіз болғаннан кейін алдын ала осының бәрін ұйымдастырып бердім. Альхамдулилланы ғана айтуың үшін болды. Бұл жердегі бүкіл бұл айтып тұрған кітабың сенің бір альхамдулилланы ғана қажет етіп тұрмын дейді сенен. Істі менімен байланыстыр. Өзіңмен байланыстырып, менің қолымнан келді деген нәрсені адамдарға үйретпе. Ұрпағыңа да, отбасыңда да, көршіңе де бұндай нәрсені үйретпе. Алла тағала сендерге қандай нәрсені берсе де, мен деген сөзді айтумен қуанба. Тек қана Алланы айтты. Сондай-ақ бір нәрсеге қолың жетпей қалса да, қараңыз, көңілің түспесін дейді. Қараңыз, қандай керемет нәрсе. Бүгін Мұхаммед пайғамбардың үмбетінің көңілі көрінген нәрсеге түсіп жүрміз ғой біз, дұрыс па? Олай болса біздің тағдырға иман келтіргенімізде не пайда? Мынау аят осы проблемаларды шешкісі келіп тұр. Бұл екі аят. Бірақ бұл аятты қазір Құранның қаншама аяттарымен біз ашуға тырыспасақ, бұл екі аятты оқып ары қарай кете береміз болды. Сондықтан бұл жердегі нәрсе көрдің ба? Алла тағала мен сені сынаймын деді. Қараңыздар, мен сені сынаймын, жаныңа да тисем. Мен оны денсаулығыңды молайттым ба, денсаулығыңды тарылтып тастай аламын. Сен түгіл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның 2 күнде басы қатты ауырып адамдарға шыға алмайтын кезі болған. Пайғамбардың бір күні Айша анамыз келіп, басы ауырып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бүйтіп Айша анамыздың қасында отырады, басын көкірегіне қарай қойып, сонда Айша анамыздың басы ауырып отырады. Сонда айтады: "Я Алланың елшісі, менің басым қатты ауырып тұр" дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Айша, менің басымда қатты ауырып тұр" дейді. Пайғамбардың басы ауырмау керек, біздің ойымызша. Сен де ауырмау керексің, біздің ойымызша. Өйткені сен ел басқарып отырсың. Саған ауруға болмайды. Сіздің санаңыз осында. Кім айтты оны? Сенің айлығың өте зор болу керек. Саған коучерлер, тренерлер солай үйреткен. Бірақ Алла тағала жақын 20 жылдықта оны бермейді сізге Алла тағала. Көрдіңіз, ол қаншалаған жаңағы нәрселер бар. Алланың заңдылықтарымен бірге жүрмесең, бұл заңдылықтарды бәрібір сындыра алмайсың. Бұл заңдылықтар ешқашан сіздің тарапыңызға қарай өзгермейді. Ол әлемдердің патшасы. Сіз осы заңдылықтарға қарай икемделесіз. Пайғамбарымызды Алла тағала сынады. Қараңыз, Айша анамыз айтады: "Апталап от жақпайтынбыз, пісіретін тағамымыз жоқ." Зиянмен сынап жатыр, дұрыс па? Зиянмен сынап жатыр. Өзіңіз қараңыз осы нәрселер.